Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысы Затобол ауданында дүниеге келді. Атасы Балғожа бидің қолында тәрбиеленді. Алғаш мұсылманша оқып, сауатын ашады. 1850 жылы Орынбордағы қазақ балаларына арналып ашылған мектепке оқуға түседі. Орынбордағы 7 жылдық мектепті бітіріп шығып, кеңсе қызметіне істейді. Ғалым Григоровпен жақын араласып, оның бай кітапханасынан пайдаланады. 1861 жылы Торғайдан мектеп ашуға рұқсат алып, жолға шығады. Бұл мектеп 1861 жылы ашылады. Ыбырай оқытушылық, ағартушылық жұмыстың қоғамдық мәнін тереңнен түсінген адам. Соның ішінде жаңа үлгідегі мектептер ашады. Балаларды тәрбиелеу ісіне ерекше мән беруі. Торғай облыстық мектептерінің инспекторы болады. 1879 жылы мектептің шаруашылық жағдайына аса көңіл бөледі. Жақсы мұғалімді дүниеге ең қымбат адам санайды. Оқу құралы қазақ хрестоматиясын жазып 1879 жылы Орынбордағы баспадан шығарады. Оның қазақ мәдениеті тарихындағы орны ерекше болады. Ыбырай көрнекті ақын, талантты жазушы. Ақынның «Араз бол, кедей болсаң, ұрлықпенен» деген өлеңі еңбек салтанатын, адалдықты, шындықты үйретеді. «Ей достарым» деген өлеңнен Ыбырай қолыңнан келсе қыл қайыр деп, қайырымды, кең, адал азамат болуға шақырады. Ыбырай Алтынсарин өнер білім базысы. Өнер білім барлықтар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдан хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарында барғызды. Адамды қостай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүрді балықтай, дүние келді жалықпай. Білген жерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Жаңа өспірім достарым, қатарың кетті-ау алыспай. Ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан көп өсірдік, ек-бегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіздерсіз. Үміт еткен достарым, сіздерге бердік батамды.